Гензель мен Гретель. Ертеде бір ағайынды балалар өмір сүріпті. Үлкенінің аты Гензель, ал кішісі Гретель. Олардың әкесі мейірімді ағаш шебері еді. Бірақ өгей шешесі өте қатал әйел болатын. Отбасы кедей тұрды. Тамақтары аз, ал қыстың суығында үйлері мұздай еді. Бір күні өгей шешесі күйеуіне: «Бізде нан да жоқ, ақша да жоқ. Егер балаларыңды орманға апарып тастамасан, бәріміз аштан өлеміз», дейді. Ағаш шебері қатты уайымдады. Бірақ әйелі оны көндірді. Мұны естіген Гензель түнде ұйықтамай есік алдына шықты да қалтасына ұсақ-ұсақ тастарды толтырып алды. Ертесіне өгей шешелері балаларды орманға ертіп әкелді. Жол бойы Гензель байқатпай қалтасындағы ақ ұсақ тастарды түсіріп отырды. Орманның қалың жеріне жеткенде өгей шешелері: «Балалар, осында күте тұрыңдар. Біз отын жинап келеміз», деді де күйеуін ертіп кетіп қалды. Күн батты, қараңғы түсті, бірақ ата-аналары оралмады. Гретель қорқып кетті. «Гензель, біз не істейміз? Қалай үйге қайтамыз?» «Уайымдама, Гретель, мен жолға тастар тастап кеттім. Ай жарқырағанда олар жарқылдап бізге жол көрсетеді», деді Гензель. Расында да, ай шыққанда тастар жолды көрсетті. Балалар аман-есен үйлеріне оралды. Бірақ өгей шешелері оларды қайта орманға алып баруды ұйғарды. Бұл жолы Гензель тастың орнына нанның ұсақ бөліктерін сеуіп отырды. Алайда олар қайтар жолды таппады. Құстар нанды шоқып жеп қойған еді. «Гензель, біз не енді мүлдем үйімізге жете алмаймыз ба?» деп жылады Гретель. «Уайымдама, Гретель, біз бір амалын табамыз», деді Гензель. Бірақ өзі де қорқып тұрды. Балалар орманда ұзақ жүрді. Шаршады, қарындары ашты. Кенет ағаштардың арасынан бір әдемі үй көрінді. Оның қабырғалары тәтті наннан, терезелері қанттан жасалған, ал шатыры шоколадтан жасалған. «Гензель, бұл не?» деп таңғалды Гретель. Бұл тәтті үй. Кім салғанын мен білмеймін, бірақ бізге дәл қазір осындай үй керек, деді Гензель. Балалар нан қабырғаларынан бір-бір тістеп жей бастады. Сол сәтте есік сықырлап ашылды да іштен бір кемпір шықты. «Әй балалар, келіңдер. Аш болсандар, менде тамақ бар», деді кемпір. Балалар қуанып ішке кірді. Бірақ олар білмейтін бір нәрсе бар еді. Бұл кемпір жаман, әрі зұлым мыстан кемпір болатын. Мыстан кемпір Гензельді темір торға қамап қойды, ал Гретельді ас үйге кіргізіп: «Әй, сен тамақ әзірле, ағанды жақсылап тойғыз. Ол семірген соң мен оны жеймін», деді. Гретельдің жүрегі дүрсілдеп кетті. Бірақ ол ағасын құтқарудың амалын іздеді. Күн сайын кемпір Гензельдің саусағын ұстап көретін. Бірақ Гензель қулығын асырып, нағыз саусағының орнына тауықтың жіңішке сүйегін созып беріп отырды. «Әй, бұл бала неге әлі арық?» деп күңкілдейді кемпір. Бір күні ол шыдамай кетті. «Бітті, ертең оны жеймін», деп шешті. Келесі күні
кемпір пешті жағып Гретельге: Қыз, пештің ішіне кіріп көр. Ыстық па екен? деді. Бірақ Гретель ақмақ емес еді. Білмеймін, қалай қарау керек? деп аңғал киіп танытты. Міне, былай. деп кемпір еңкие бергенде Гретель оны бар күшімен пештің ішіне итеріп жіберді. Мыстан кемпір айғайлап үлгергенше от лап етіп лапылдап оны жоқ қылдырды. Гретель дереу Гензельді босатып, олар кемпірдің үйіндегі алтын, асыл тастарды алып, орманнан қашып шықты. Балалар көп ұзамай өз үйлеріне жетті. Әкелері оларды көріп қатты қуанды. Балаларым, балаларым, мен сендерді іздедім ғой. деп оларды құшақтап жылады. Ал өгей шешесі үйден кетіп қалған еді. Гензель мен Гретель мыстан кемпірдің байлығын әкеліп, әкесімен бірге бақытты өмір сүрді. Содан бері олар ешқашан аштық көрмеді. Ешқашан қиындыққа мойымады.